Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың цифрлы Қазақстан бағдарламасындағы міндеттер аясында Ұлытау аудандық мәдениет үйінде мемлекеттік қызмет көрсету жәрмеңкесі өтті. Аудандық мемлекеттік қызмет көрсету жәрмеңкесіне Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департамент басшысының орынбасары Берік Ахметов қатысты. Жәрмеңкеде ауданның мекеме, бөлім және кәсіпорын басшылары электрондық қызмет түрлерінің қолжетімділігін тұрғындарға түсіндіріп, ақпарат берді. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет түрлерінің ауқымы кеңейіп отырғанын атап өтті. Мәселен, бүгінгі таңда жұртшылық ғаламтор желісі арқылы қажетті анықтамаларды үйінде отырып алуына мүмкіндігі бар. Болашақта біздің ЦОН деген халыққа қызмет көрсету орталықтары жоққа шығады деген себебі ол нелікте. Бүгінгі таңда халық үйде отырып, осы бүкіл мемлекеттік қызметті үйде отырып алатын жағдайларға жеткізу, осы қазір біздің алдымыздағы қойылып тұрған бірінші мақсат. Сол мақсатқа жетудің аясында осындай шаралар өткізілуде. Электронды үкімет порталының тағы бір пайдалылығы ол сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға да үлес қосуда. Яғни мемлекеттік қызмет түрін ұсынушы мен оны алушы арасында тікелей байланыс болмайды. Тек қана ғаламтор желісімен өтініміңізді жіберетін боласыз. Белгілі уақытта сізге қажетті ақпарат жолданады. Ол үшін өзіңіздің электронды қолтаңбаңызды алуыңыз керек. Осы мәселелер жәрмеңке барысында жан-жақты насихатталды. Жалпы алғанда аудан әкімдігіне қарасты мемлекеттік мекемелер мен жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтің 74 түрі көрсетіледі. Осы арқылы шалғайда жатқан елді мекендердің тұрғындары да бүгінде электронды үкімет порталы арқылы керекті анықтамаларына қол жеткізіп отыр. Ал кезекті ұйымдастырып отырған жәрмеңке осындай қызмет түрлерінің ауқымын кеңейтуге өзінің септігін тигізетіні сөзсіз. В рамках реализации поручения президента страны Нурсултана Назарбаева «Цифровой Казахстан» в Улутауском районе состоялась ярмарка государственных услуг. В ярмарке государственных услуг принимал участие заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области Берік Ахметов. На мероприятии присутствовали руководители организаций, учреждений, отделов и предприятий. Они дали подробные разъяснения о процессе получения государственных услуг, которые предоставляются в электронном виде. При этом сельчанам сообщили, что на сегодняшний день увеличилось количество оказываемых услуг. К примеру, даже не выходя за пределы своего жилья, через интернет можно получить любую необходимую справку. В рамках исполнения программы «Цифровой Казахстан» повсеместно по всей республике, в том числе и по Карагандинской области, проводятся мероприятия, как ярмарка государственных услуг. В чем она заключается? Это, во-первых, доведение до сведения населения о преимуществах электронного правительства, о получениях электронного цифровой подписи, как ими пользоваться, какие работы можно, какие услуги получать можно. Все это в рамках этих ярмарок, а также прямой, значит, контакт, когда государственные органы контактируют с услугополучателями и объясняют, в каких рамках и как можно получать государственные услуги, не выходя из дома. То есть путем использования портала электронного правительства, с использованием электронной подписи. Эти все моменты приводит к тому, что человек может, не выходя из дома, получать все государственные услуги, оказываемые государством. Электронный портал поможет не только облегчить получение того или иного документа, но станет заслоном для нечистоплотных на руку государственных служащих. Чем прозрачнее процесс получения и оказания государственных услуг, тем меньше будет коррупции. Таков основной принцип политики данной программы. Данные говорит о том, что можно свести к минимуму бытовую коррупцию, то есть, значит, исключить контакт услугодателя с услугополучателем. Данные вот последние года уже широко мы сейчас проводим эти мероприятия. Народ уже осведомлен, многие работают дома. Вот. И сейчас вот цель сегодняшней ярмарки – довести до сведения населения, как можно все эти услуги государственные, не выходя из дома, получать без контактирования с государственными органами. Говорилось во время ярмарки государственных услуг о предназначении и пользе электронной цифровой подписи. Всего же на территории Улутауского района оказывается 74 вида государственных услуг. Сельчане, живущие в отдаленной местности, не приезжая в районный центр, получают ту или иную справку. Тем самым электронный портал на деле доказал свою эффективность и помогает решить множество вопросов.